Міне, біздің бірінші сұрағымыз пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. Пропорцияны қалай шығаратын еді? Міне, бөлімі мен алымын, алымы мен бөлімін көбейту керек. Енді бізде уақыт тығыз болғандықтан тез шығару керек болғандықтан екі жақтағы бөлімді, теңдіктің екі жағында бөлімді сразу қысқартып жіберуге болады. Сол кезде 4 пен 20 қысқарса бізде 5. Сонда x тең, енді 5-ті минус 3,5-ке көбейтеміз. 25, екісі ойда 15, 17. Бірақ алдында минус таңбасы бар, қойып ұмытып кете керек. Минус 17,5. Енді осы екінші есепте көп оқушылар қателесіпті, соны бір талдап жіберейік. Шегіртке ағашқа қарай бір алға, бір артқа секіріп барады дейді. Бірсе алдыға секіреді екен, бірсе артқа секіреді екен. Алға секіргенде 3 метр жүреді екен, алдыға қарай 3 метр секіреді екен. Енді артқа қарай жылжыған кезде 1 метр артқа жылжиды екен. Сонда бұл общий осы жерде 2 метр алдыға қарай жылжып тұр, 2 метр алдыға жылжиды. Егер бастаған жерден ағашқа дейінгі қашықтық 21 метр болса, онда шегіртке ағашқа жету үшін неше рет алға секіру керек дейді. 21 метр екен. Қазір тұрған жерінен, мына жерден, мына жерге дейін 21 метр. Енді 2 метрден біз 9 рет секірсе, 2 метрден, 3 рет алдыға, 1 рет артқа. Өстіп 9 рет секіретін болса, ол 18 метр жүреді. Енді бізде 21 метрге неше метр қалды жерде арада? 3 метр қалды ғой. 3 метрді ол мына алдыға қарай секіргенмен жасай алады, қайтан артқа қарай шегінудің қажет жоқ. Сонда 9 рет мына 3 метрмен тағы да 1 рет секіреді, сонда общий 10 рет секірсе, мына 21 метрге секіріп жете алады екен. 10 рет секіру керек болды. 10 рет алдыға секіреді. Келесі үшінші есеп. Мына жерде де есептеудің ең оңай жолы былай бір-біріне бөлмейміз, үтірден құтылуымыз керек. Үтірден құтылу үшін не істейміз? Мыңға көбейтеміз, өйткені артында 3-0 бар ғой. Егер мына жақты мыңға көбейтетін болсақ, мына жақты да мыңға көбейтеміз. Сол кезде 630. 630-ды 9-ға бөлетін болсақ, 70. 63 9-ға бөлгенде 7 ғой. Одан кейін, мына жерде де 4-0 бар. Мына жақта да 4-0 болу үшін, мына 2-0 тіркеп қойдық. Енді 42-мыңды 14-ке бөлеміз. 42-ні өзін 14-ке бөлетін болсақ, 3. Сонда артында 0 бар, 300. Мына жерде үтірлері тең екен, үртен кейін саны 48-ді 16-ға бөлсек, 3 ба? Енді мынаны қосамыз, 373. 373. Ең оңай жолы осылай. Төртінші, жұмысшы жалақының 11%-ның жұмысына 7120 теңге қалды дейді. Жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Сонда қаншасын жұмсады? Қанша пайызы қалды жұмсағаннан кейін? 89% қалды. Сонда X-тің, яғни барлық жалақының 100-ден 89% 7120 дейміз. Мұны қалғаны 7120-на 11% емес, бұл 11% жұмсағаны 89% 7120. Сонда X тең 7120-ны 100-ге көбейтіп 89-ға бөлсек, бізде 8000 шығады. Келесі мына жерде осы есепте де көп оқушылар шатасты, көбісі мына шешуі жоқ дегенді белгілеген болуы мүмкін. Енді қай кезде шешуі жоқ болады, қай кезде кез келген сан болады, соны бір түсіндіріп жейік, мына теңдеуді шығарайын. 2x қосылған 3 азайтылған 6x минус пен минус плюс болады, плюс 6 тең 4, 4-ті минус көбейтсек 4x қосылған 5. 2x-тен минус 6x-ті азайтсақ, минус 4x қалады. Минус 4x теңдіктің бетіне барып, плюс 4x болады. Теңдік. 5-ке 4-ті қоссақ, 9. 3-ке 6-ны қоссақ, 9 теңдіктің бетіне барса, минус 9. Сонда не жер минус 4x плюс 4x 0
тең 0 болып тұр. Екі жағы да 0-ден 0 болып тұр. Сол кезде кез келген сан болады жауабы. Кейбір жағдайда бізде мындай болады, x-тер жойылып кетеді, 0 болады, мына жағында бір сан қалып қояды. Мысалы, 7 қалып қойсын дейік. 0 мен 7 екеуі тең емес қой, осы кезде шешуі жоқ дейміз. Ал екеуі де 0 тең 0 болған жағдайда кез келген сан бола алады деп жазуымыз керек. Кейін сандарды салыстырыңыз дейді. Мына жерде бәрі теріс сандар екен. Біз барлығының ортақ бөлімін алып алайық. Мына жерде ортақ бөлімі барлығында 20, 20-дан минус 20. 20 болу үшін 4-ке көбейтеміз. 8. Минус 20-дан 5-ке көбейтеміз. 15. Минус 20-дан 4-ке көбейтеміз. 16. Егер оң сан болғанда ең үлкен сан болушы еді. Бұл теріс сан болғандықтан керісінше ең кіші сан осы. С сонда ең кішісі. Міне. С ең кішісі, одан кейін Б, одан кейін А ең үлкені. 0-ге теріс сандардан 0-ге ең жақыны, ең үлкені. Одан кейін мына есепте бізде мұғалім сыныпқа кіргенде сыныптың 5-тен бірі жоқ деді. Мына жерге бұлай жасап алайық. Жоқ. Мына жерде барлар. Егер сыныптың 5-тен бірі жоқ болатын болса, сонда қаншасы бар? 5-тен 4-і бар. Содан кейін тағы бір оқушы келгенде, оқушы қай жаққа келеді? Мына бар оқушыларға қосылады ғой. Қосу 1. Бар жаққа қосылады. Сол кезде сыныптың алттан бірі жоқ деді. Алттан бірі жоқ. Егер алттан бірі жоқ болса, қаншасы бар болады? Алттан 5-і. Енді осы жерде біздің теңдеуіміз, мына 5-тен 4x оқушы бар еді. Оған бір оқушы қосылған кезде бар оқушылардың саны 6-тан 5x болды. Барлығына ортақ бөлім бер жүрек. Бөлім жою үшін мына жерге 6. 6 жердегі 4-ім 24x. Осылған ортақ бөлімі 30. 30-дан береміз. Мына жерде 5-тен береміз. 5 жердегі 5-ім 25x. Енді 24 теңдіктің бетіне өтсе, азайту болып барады, x тең 30. Сонда сыныпта барлығы 30 оқушы болған екен. Келесі, кептірілген жүзімнің алғашқы салмағының 32%-ын құрайды дейді, кептірілген. Сонда бізде 2 килограмм кептірілген жүзім алу үшін бізде бастапқы салмағы белгісіз ғой. Сонда 100-ден 32 тең 2 килограмм дейміз. Сонда x тең 100-ді 2-ке көбейтеміз, 200, 200-ді 32-ге бөлсек 6,100-ден 25 килограмм. Мына жерде есептеңіз дейді, А-ның, Б-ның, С-ның орнына мына мәндерін қойып шығамыз болды. Енді 5 көбейтілген А-ның квадраты дейді, 2-ның квадраты 4. Көбейтілген Б дейді, Б бізде 2. Көбейтілген С-ның кубы дейді, С бізде 1. 1-дің кубы, бәрі Б. Бөлінген Д-ның квадраты 4. Мына жерде 4 пен 4-ті қысқарт жүрек, 5-ке 2-ні көбейтсек 10 шығады, сонда жауабы 10. Ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз дейді, 48, 240. Яғни мына 48, 240, 264-тің бөлінетін бөлшектерінің ең үлкенін табуымыз керек. Мысалы, ең кішісі 2 ғой, барлығы да 2-ке бөлінеді. Ең үлкенін табу үшін бірінші мынадан бастайық 48-ден. 48 өзіне бөлінеді. 240 48-ге бөліне ма? Содан тексеріп көруіміз керек. Егер 5-тен берсек, как раз бөлінеді екен. Ал 264-те егер 48-ге бөлінсе, ең үлкен ортақ бөлгіші 48 болады. Так, нешеден береміз? 8, 3-тен, 5-тен, 6-дан берсек, асып кете ма? 48, 4 ойда 24, 28 болып асып кетеді. Егер 5-тен берсек 240 болады. Сонда 264 48-ге бөлінбейді екен. Сонда енді 48-дің тағы да бір кішірейте береміз. Нешеге? 2-ке кішірейтеміз. 24-ке. 48 24-ке бөлінеді 2. 240 24-ке бөлінеді 10. Енді 264 24-ке бөліне ма көрейік. 1-ден береміз 24. 6-тан 4 алсақ 2, 24, 11. Бұл да бөлінеткен 11 екен. Сонда осы 3 санның ең үлкен ортақ бөлгіші 24. Енді
Келесі есебіміз 11. Мына жерде бір жұмысқа байланысты есеп. Бірінші жұмысы жұмыстың 10 күнде бітіреді дейді. Яғни 1 бөлінген 10 дейміз. Екінші жұмысы сол жұмысты 15 күнде бітіреді. 1 бөлінген 15. Екеуі бірлесіп жұмыс десе неше күнде бітіреді. Ортақ бөлімі 30. 3-тен, 2-ден қоссақ 5. Неше болады? 6-тан 1. Сонда 6 күнде екеуі бірігіп бітіреді екен. Мына есеп 2 түрлі алма бар бізде. Біреуі 120 грамдық және біреуі 200 грамдық. Осы дүкеннен 1 килограмм, яғни 1 килограмм дегеніміз 1000 грамм ғой. 1 килограмм алма алған адам ең көп қанша дана алма алуы мүмкін. Енді ең көп алу үшін максимально кішкентай грамдық алманы көбірек алуымыз керек қой, ең көп штук алу керек қой дана, иә. Сол үшін мынаны нешеге көбейтіп көреміз? 6-ға, 5-ке көбейтіп көрсек, 5 штук десек, мына жерде 5 штук алма алатын болса, общий неше грамм болады? 600 грамм болады. Ал енді мына 600 грамм, енді тағы да общий 1000 грамм болу керек қой. Сонда мынадан нешеу алу керек? Тағы да 2 штук алу керек. Сонда мына жақта 400 грамм болады. Екеуін 600-ге 400-ді қоссақ 1000 грамм болады. Сонда общий 5-ке 2-ні қосамыз 7 штук болады. Саяжайдағы ағаштардың 30-ы жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 75%. Міне 75% ол 30 ағаш деп айтып тұр. Сонда барлық ағашты, яғни 100%-ды сұрап тұр. Бізде мына жерде тағы да 100% белгісіз, яғни барлық ағаштың 75%-ы ол 30 ағашқа тең дейді. Бұл жерде де екеуін қысқартсақ та болады, бұлай неше? 4-тен 3 емес пе 75% деген. Сонда аяқта 120-ны 3-ке бөлетін болсақ 40 ағаш, барлығы саяжайдай 40 ағаш болған екен. Енді 14-ші есеп. Мына есепте де шатасқан болар оқушылардың барлығы. Бізде x-тің орнына 0 бүтін периодтағы 2. Периодтағы 2 дегеніміз неше? 9-дан 2. 9-дан 3. 9-дан 5. Енді бізде 1 бөлінген деп тұр ғой. Сонда егер 1-ді 9-дан 2-ке бөлсек, бұл керісінше аударылып түседі. 2-ден 9 болады. Қосылған 3-тен 9. Қосылған 5-тен 9. Бұл осыны есептеу керек. Барлығы ортақ бөлімі бізде 6, 30 ба? Ортақ бөлімі 30 болсын. Мына жерге 15-тен. Мына жаққа бізде 10-нан. Жерге 6-дан. Енді барлығында 9 деген көбейткіш болғандықтан 9 жақшаны сыртынан шығарып жіберейін. 15, 10, 6-ны қосайын. Мына жерде 25, 25-ке 6-ны қоссақ 31 ма? Енді 9-ды 31-ға көбейтсек 9, 27, оны 30-ға бөлу керек. Нешеден беремін? 9-дан беремін. Сонда 9 бүтін 10-нан 3 шықты. Келесі ара қашықтығы 500 км 2 қаладан міндетті түрде мынандай 2 қаланы салып алайық. Арасы 500 км деп қояйық. Қарама-қарсы бағытта, яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта трактормен одан жылдамдығы 4 есе артық жүк машинасы шығып 4 сағаттан кейін кездесті дейді. Міне 4 уақыт белгілі, жол белгілі, жылдамдықтары почти белгілі. Трактордікі міне X болса, жүк машинанікі 4 есе артық дейді, 4X. Міне жылдамдықтары. Мына жерде трактордың мына жерге дейін жүрген жолын қалай табамыз? X-ті 4-ке көбейтеміз. 4X қосылған. Мына жүк машинасының мына жерге дейін жүрген жолын 4X-ті 4-ке көбейтеміз. 16X тең 500. Екеуін қоссақ 20X тең 500. X тең 25. Бұл бізде тракторшының жылдамдығы. Бұл как раз бізде трактордың жылдамдығын сұрап тұр екен. 25 км/сағат.
Мына жерде фирма жарнама агентіне заказ құнының 5%-ын төлейді. Сонда 2000 теңге табу үшін бұл жерде де осындай X-тің 100-ден 5%-ы ол 2000 теңге дейді. Мына жерде 2000-ды 5-ке бөлсек, неше болады? 400. Оның артына тағы да 100-дің 2 нөлін тіркеп жерсек, 40 000 теңге екен заказ. Фермада қояндар мен тауықтар бар. Егер 40 бас пен 110 аяқ көрініп тұрса дейді. Міне X плюс Y теңдеулер жүйесін арқылы шығаруға да болады, немесе варианттарды орнына қою арқылы да шығаруға болады. Қояндарда неше аяқ болады? 4 аяқ, 4X. Тауықтарда 2 аяқ, 2Y. Барлығы 110 аяқ. Енді мына жерде бізді есептеу үшін, бірде қылу үшін, жоғары жақтың бәрін нешеге көбейт жүрейін? Мысалы, 2-ге көбейт жүрейін. 2X, 2Y, 80. Жүйемді осылай ыңғайластырып алайын өзіме. Енді бір-бірінен азайттай салайын. 4X-тен 2X алсам 2X, 110-нан 80-ді алсам 30, X-тен 15. X деп басында нені алған едік? 4 аяқты ол қоян. 15 қоян шықты. Енді тауықты тауы үшін 40-тан 15-ді азайтамыз, 25 тауық болады. Енді мына жерде де мынандай есептерден кейбір оқушылар шатасқан болуы мүмкін. Бұл жерде де орнына сан қойып шығара салса да болады. Мысалы, любой сандарды қоя салайық. X-тердің бәріне 1-ді алайық. Y-дің бәріне 2-ні алайық. Енді мына жерде үтір тағы да жылжытудан бастайық. Оның артынан 0 тіркейміз. Сонда үтірлері бірдей болды. Үтірден кейін 2 сан, үтірден кейін 2 сан. Сонда бізде 1212 бөлінген 120. Болды, 0 тіркедік қой. Одан кейін келесі қосу. Мына жерде үтірден кейін 2 сан бар. Мына жерге де сонда 100-ге көбейтетін болсақ, 2-0 тіркейміз. 1200 болды. Мына жерде 12 болды. Қосылған. Үтірден кейін 4 сан бар. Мына жақта 2 сан, 2-0 тіркейміз сонда. 1212. Мына жерде 12 000. Енді мына жерде 1212-ні 120-ға бөлетін болсақ, бізде 10,1 шығады. Мына жерден 100 шығады. Енді 1212-ні 1200-ге бөлетін болсақ, бізде неше шығады? 1,100-ден 1 шығады. Енді барлығын қосайық. Бүтіндері мына 100,1, 110,1, 111,1. 111,1 болды. Одан кейін үтірден кейінгі сандар мынау 10-дығы, мынау 100-дігі. 111,1, 100-ден 11. А варианты болады екен. Келесі, осы 19-шы есептерде байқадым көп оқушылардың қателескендерін. Мысалы, бізде бұл айтады, бір ағаш 4 метрлік ағаш дейді бізде. Мысалы, мына жерге бұлай жаз қойын өзіме. 4 метрлік ағаш, ортасынан. Міне, 4 метрлік ағашты, тақтаны 4 бірдей бөлікке бөлу керек. 4 бірдей бөлікке бөлу керек. Енді сол үшін 12 минут жұмсады. Енді мынаны бөлу үшін біз мына жерден кеспейміз ғой. Мына жерден 1 кесеміз. Мына жерден 2-ші рет кесеміз. И 3-ші рет мына жерден кескен кезде мына жағы өзі бөлініп қалады. Сөйтіп 4 бірдей тақтаға бөлу үшін біз 3-ағы рет кесеміз. 3 рет кескен кезде 12 минутты енді 3-ке бөлеміз. Сонда 1 рет кесуіне 4 минут қажет екен оның. 4 минут. Енді бізде 8 метрлік ағаш қой, мынау 8 метрлік ағаш. Оны неше рет кесеміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рет кесеміз. Сонда 4-ті 7-ге көбейтеміз, болды 28 минут қажет. Енді бір натуралсан, екіншіден 3-ке артық дейді. Мына жердегі варианттармен жұмыс істейік. Ал көбейтіндісі 180-ге тең. 3-ке артық, көбейтіндісі бірақ 180 болмайды. Мына жерде 3-ке артық емес, мына жерде 3-ке артық емес, мына жерде 3-ке артық, бірақ көбейтіндісі 180 болмайды. Тек қана мына жерде ғана 3-ке артық бір-бірінен, көбейтіндісі 180 болатын, осы ғана 20.
Келесі 21-ші есеп. Мына жерде 1/188, мынаны да ондық бөлшекке айналдырып алайық. 4-ке көбейтеміз. 4-ке көбейтеміз, Сонда 1/188-ге қосамыз 2/112-ні. 0 түсіп 1 ойда, 9, 10, 0 түсіп 1 ойда, 3 ойдағымен 4. Сонда не жерде жақшаның ішінен 4 шықты. Енді 4-ті көбейтейік 16-дан 3-ке. Қысқарады. 4-тен 3. Алымынан 4-тен 3 шықты. Енді бөлімін есептейік. Бөлімде бірінші не орындалады? Бөлу орындалады. 18-ден 13. Бөлуіміз көбейтуге айналады. 9, 26. 18 бен 9-ды қысқартсақ 2, 13 бен 26-ны қысқартсақ 2. Сонда 4-тен 1. Енді 4-тен 1 дегеніміз 0,125. Енді 6,125-тен 0,625-тен азайтуымыз керек. 0,125-ті. Сонда 5, 12-ден 5 алсақ 7, не жерде 5-тен 2-ні алсақ 3, 0,375 шықты. Солай, 0,375. Бұл енді 4-тен 3-ті бөлуіміз керек. 4-тен 3. Бөлу көбейтуге айналады. 1000 алымына шығады. 375 бөліміне. 1000-ға бөлетін болсақ 250. 375-ті бөлетін болсақ бізде 375 қысқару керек қона жерде. 1-ден 2 и 5 ба? Үшіні 15 бір ойда, 6, 7, 125. Енді 250-ді 125-ке бөлеміз. Болды, сонда 2 шығады. Енді мына жерде де есептеңіз дейді. 417-ні осылай қоя тұрайық. Екеуінің ортақ бөлімі 990. Мына жаққа 99-дан береміз. Екі жердегі 9, 18, бір ойда, 18, 19, 198, қосу 13. Бөлу көбейтуге айналып кетеді. 990. Мына жерге тағы да 99-дан береміз. 4 жердегі 9-ым 36, 3 ойда, 36, 39. Қосу 21. Енді қысқартайық. 990 мен 990. 396-ға 21-ді қоссақ 7, 1, 417. 417 мен 417 қысқарт. Сонда бізде қалды мынау 198-ге 13-ті қосамыз 211. Келесі. Міне осы жерде достар кафеде тамақтанып отыр дейді. Тамақтанып болған соң әрқайсы 1000 теңгеден төлеу керек болды дейді. Әрқайсы 1000. Бірақ мына 4 адамның ақшасы болмай, қалғандары 1000 теңге емес 2000-нан төлейтін болды дейді. Сонда барлығы қанша адам болған дейді. Бұл жерде варианттармен жұмыс істесе де болады, или теңдеу құрса да болады. Бізде барлығы 8 адам болған дейік. 8 адам 1000 теңгеден төлейтін болса, 8000 теңге шығару керек еді. Бірақ 8 адам емес, енді 4 адам ғана. 4 адамның ғана ақшасы болды, қалған ақшасы болмай қалды 4 адамның, Сонда енді 4 адам 8000 шығару үшін, 4 адам 2000-нан шығару керек қой, мына 2000 теңгеден. Мына 2000 теңгеден төлейді. Сөйтіп, общий 8000 теңгені төлейді. Сонда барлығы бізде 8 адам болған. Мына есепте бізде қызы есептердің бірі. Бұл жерге сан қойсақ та болады, қоймасақ та болады. Өйткені егер мына А, Б, С-ларды бір-біріне баған түріне қосатын болсақ, ABC шығады. Ал мына жерде де бір астына қоятын болса, қараңыздар, BCA, қайтадан яғни ABC шығып тұр. Ондығында да ABC шығып тұр, мына жақта да ABC.
егер мынаның орнына сан қойып шығарсақ та дәл сондай сан шығады. Сонда бірдей санды бірдей санға бөлетін болсақ бізде 1 шығады. Мына жерде бірдей. Егер орнына сан қойып шығарсаңыз да дәл екеуінің де қосындысы бірдей болады. Сан қоймай-ақ дәл осылай анықтасаңыздар да болады. Енді мына жерде теңдеу минус 3х теңдіктің мына бетіне қосу болып барады. 4х тең минус 5, х тең минус 4-тен 5. Мына жерде оқушылардың көбісі мұқият оқымады. Мына жерде қателесті, өткен наған мән беру керек еді. Таңбалары әр түрлі дейді. Таңбалары, таңба дегеніміз не бізде? Плюс, минус қой. Сол кезде 16-ға тең дейді қосындысы. Көбісі мынаны жазып қойды. Қайсы? 16-ға. 10-ға 6-ны қосқанда 16 дей салды. Енді бұл жерде таңбалар әр түрлі болса, мына 18,1 азайту 2,1. Таңбалары әр түрлі, екеуін қоссақ неше шығады? 16 шығады. Келесі біздің есебіміз. Мына жерде екі жұмысшы белгілі бір уақытта 19 тетік жасады дейді. Екі жұмысшы 19 тетік дайындады дейді. Осы уақыт ішінде 133 тетік дайындау үшін, мына уақыттың ішінде белгілі бір уақыт, жұмысшылар саны қанша болу керек? Енді біз бұл жерде тура пропорция ма, кері пропорция ма білу үшін біз былай ойлаймыз. Мына тетік 19 еді, 133-ке көбейді, я? Енді бізге белгілі бір уақыт беріп тұр, мысалы, 1 сағат беріп тұр. Прямой эфирде, мысалы, 1 сағат уақыт берді. Соның ішінде мен 40 есеп шығарып үлгіруім керек. Бізге 133 тетікті осы 1 сағаттың ішінде шығарып үлгіру керек дейтін болса, біз не істейміз? Жұмысшылардың санын көбейтеміз. Яғни тетікте көбейтсе, мына жерде жұмысшылар да көбейеді. Сонда бұл бізде кәдімгі тура пропорция. Мына жағы өсіп жатыр, мына жақта өсіп жатыр. Тура пропорцияны қалай істейміз? 133 көбейтілген 2 бөлінген 19 дейміз, е? Бұлай көбейтеміз. Сол кезде бізде 14 шығады. 14 жұмысшы керек екен. Енді велосипедші мен мотоциклшінің жылдамдықтарының қатынасы. Мынау бізде велосипедші болады 3х, мынау мотоциклші болады 15х дейміз. Енді бізге айтады, мотоциклшінің жылдамдығы велосипедшінің жылдамдығынан 48 км-ге артық дейді. Кез келген нәрсенің артық екенін білу үшін не істейміз? Үлкеннен кішіні азайтамыз, сол кезде артық болып тұрған жер шығады, міне 48. Азайтатын болсақ 12х тең 48, х тең 4. 4 бізде не? Кішкентайы бізде велосипедшінің жылдамдығы. Енді 4-ті 15-ке көбейтуіміз керек. 4-ті 15-ке көбейтсек 60 км сағат шығады. 29-ны есеп теңдеулер жүйесі. Теңдеулер жүйесін кәдімгі теңдеулер жүйесімен шығаруға болады, немесе орнына қойып тексере салуға болады. Мысалы, С вариантын дұрыс деп біз оны тексеріп көрейік. Екі теңдеуде соны қанағаттандыру керек. Мысалы, минус 5-ті 10-ға көбейтсек, минус 50. Минус 11-ді көбейтетін болсақ, минус 13-ке 13-ті көбейтсек, 13-ке 11-ді көбейтсек, 13, 143. Міне, 50-ге 143-ті қоссақ, 193 шығып тұр. Минус 5-ті 4-ке көбейтсек, минус 20. Енді минус 11 мен минус 5 екеуі плюс болып кетеді. 55. Сонда минус 20 плюс 55 плюс 35 шығып тұр. Сонда С жауабы дұрыс болып тұр. Енді мына жерде мына есепке қарайық. Мына жерде 3 қайта-қайта қайталанып тұр. Яғни бұл период деген сөз, е? Міне. Бұны жай бөлшек түріне қалай айналдырамыз? Бірінші бөлімде қанша сан болса, сонша периодта 9 сонша жазамыз. Периодта емес қанша болса, сонша 0 қоямыз. Енді барлық санды жазып аламыз 23, одан периодтағы емес санды азайтып тастауымыз керек. 2. Сонда 90-нан 21 шықты. Бұл енді екеуін бір-бірінен азайт дейді. 15-тен 8 азайтамыз 90-нан 21-ді. Ортақ бөлімі 90. 6-дан
Мына жерге 48. 48-ден 21-ді азайтсақ, 90-нан 27. Бұлар қысқаратын сияқты. 9-ға қысқартатсақ 10, 3, 10-нан 3. 10-нан 3 деген жауап бар екен. Мына жерде де қатынасқа байланысты десе, барлығы дана 18 алма келеді. Оны жаңа әкесі, шешесі, жаңа дана өзі бөліп жейді. Мынандай қатынаста 2, 1, 3 деген. Сонда қатынас болса 2x қосылған, x, 1x демейміз. Қосылған 3x тең 18 дейміз. Барлығы 18 алма. Сонда екеуін қосындысы 3x, 6x, 18, x тең 3. Мына x деп тұрғанымыз 1x еді, мына 3. Сонда 3-ті 2-ке көбейтеміз 6. Біріншісі 6 алма жеген, екіншісі 3. Одан кейін 3-ті 3-ке көбейтеміз. 3x деп алдық қой. 9. 6, 3, 9. Осындай неде бөліп алған екен. Келесі бізде 195 километр жол бар екен. Осы 195 километрлік жолды саяхатшы 3 сағат моторлы қайықпен жүзген, арғары 5 сағат пароходпен жүзген. Енді моторлы қайықпен пароходтың жылдамдықтарын табыңыз. Егер моторлы қайықтың жылдамдығы пароходтың жылдамдығынан 2 есе кем болса. Бірінші моторлы қайықпен жүрген ғой, мына моторлы, наяқта пароход. Моторлы кем деген біз алмаймыз, керісінше мынау пароход мынадан 2 есе артық деп алған, ыңғайлы бөлу дегенді қолданғаннан. Енді 3 сағат жүрді дейді, сонда 3-ке көбейтеміз. Сонда 3x километр жүрген, қосу 2x-ті 5-ке көбейтеміз, 10x километр жүрген. Сонда барлығы 195 километр дейміз. 13x тең 195, x тең 195-ті 13-ке бөлсек, 1, мына жерден 3 болса 65, 5-тен береміз, 15. X тең 15. Ол біздің неміз еді? Моторлы қайығымыз. Сондай оны 2-ке көбейтеміз, сонда ол 30 пароход болады. 15 пен 30. Енді мына 33-ші есепте қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Мына жерде мен бір формулалар жазып кетейін. А квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген. Одан кейін а бізде мынандай бар. А квадрат минус b квадрат тең а минус b, а плюс b. Осындай қысқаша көбейту формуласы бар. Осыны қолданып осы есеп шығарайық. Енді мына формулаға салатын болсақ, а-ның квадратын аламыз бірінші. А квадрат минус дейміз. 2ab дейді. 2 көбейтілген номен аның көбейтіндісі. Сонда 8а болады. Плюс b квадрат, b дегеніміз 4, 16. Одан кейін азайту. Бізде мынандай 2 жақшамыз тұр. Мына. Бұдан не шығады екен? А квадрат минус b квадрат екен. А квадрат, онысында жазамыз а квадратты. Бұның орында бізде 1 тұр. Бізден минус 1-дің квадраты. Бірақ жақшаның сыртында минус болғандықтан ол минусымызды бізде плюс қыл жүреді. 1 болады. Енді қарайық есепке. А квадрат пен минус а квадрат қысқарып кетеді, өйткені азайтылғанда 0 болады. Енді сандарымыздан 16-ға 1-ді қосамыз. 17 азайту 8а. 17 азайту 8а осы қалады екен. Төмендегі бөлшектердің қайсы басқаларынан өзгеше. Мына жерде қарайтын болсақ, мына қысқартсақ 4-тен 1. Мына жерде де сондай 4-тен 1, мына жақта да 4-тен 1, мына жақта да 4-тен 1, сізде өзгеше болып тұрған мынау ғана. 35-ші есеп. Бұл жерде де шамалы шатастыратын есептердің бірі, мән беруіміз керек. Бір жұмысшы тапсырманы 12 сағатта бітіреді, екіншісі 15 сағатта бітіреді. Енді қайырыңыздар. Біріншісі 5 сағат жұмыс істеген дейді. 12 сағаттық жұмыстың, міне барлығы 12 сағаттық жұмыстың 5 сағатын істеген. Ал екіншісі 15 сағаттық жұмыстың 7 сағатын істеген. Енді бізде айтады, қайсысы көп жұмыс жасады, енді қайсысы үлкен деп тұр ғой, бөлшектерден қайсысы үлкен. Біз енді үлкен болу үшін я алымдарын бірде, я бөлімдерін бірде қылып алуымыз керек қой. Енді бізге кішкентай сандардан бастап есептейік, бөлімдерін, алымдарын бірде қылып алайық. 35-ке келтірейік. 35-ке келтіру үшін 7-ге көбейтеміз. 35
мынаны 7-ге көбейтетін болсақ, 14 бір ойда 84. Мына жақта 35-ге келтіретін болсақ, 5-ге көбейтеміз. 35. Мынаны 5-ге көбейтетін болсақ, 25, 75. Енді 35-ті 84-ке бөлген үлкен ба, 35-ті 75-ке бөлген үлкен ба? Әрине, осы үлкен болады. Егер алымдары бірдей болатын болса, бөлімінің қайсысынікі кіші болады, сол үлкен болады. Сонда бізде екінші жұмысшы көп жұмыс істеген. 36-шы есеп, жақшаны ашайық. Жақшаны ашпас болсын, бұл пропорцияға келіп тұр. Астында бір бар деп ойлайық, 2-ні мынаған көбейтіп жіберейік. 2-ні 2,5-ға көбейтсек 5 болады. Бұл сосын осылай жақшаны ашамыз. 5х азайтылған 10 тең х минус 2. Х теңдіктің бетіне өтеді 4х. 10-ны жаққа өтеді 8 х тең 2. Енді теңдеудің түбірін табыңыз дейді. Осындай есептерде бізде шатасып кетпеу үшін. Мына бөлшек 3,5 бөлінген 2,1 тең b бөлінген 4,5 деп алайық. Енді сол кезде пропорция екені бізде көрініп тұр. Мына үтірден тағы да несейік, жойық. Үтірін 35 бөлінген 21 екеуі қандай санға қысқарады? 7-ге қысқарады. 3, 7-ге қысқартсақ 5. Так, мына жерде де үтірден құтылу үшін 10-ға көбейтеміз, 45 болады. Мына жерде де 10-ға көбейтейік. Сонда бізде 45 пен мына жерде 3-ті қысқартуымызға болады. Сол кезде мына жерде 15 шығады. Енді 15 пен 10-ды қысқартайық. 5-ке қысқартса мына жерде 3, мына жерден 2. Сонда b тең 5-ке 3-ті көбейтсек 15 бөлінген 2. 15-ті 2-ге бөлсек бізде 7,5. Ондай жауап бар екен. Енді жай сандар. Жай сан дегеніміз тек қана өзіне және бірге бөлінетін сандар. Мына жерде алатын болсақ, бірінші вариантта 5. 5-ке бөлінеді, жай сан болмайды. Мына екінші вариантта 2-ке 7-ні қоссақ 9. Бұл 3-ке бөлінеді, 9-ға бөлінеді. Тек қана бізде мына С варианты қалып тұр, 23, 31, 97. Себебі басқаларды да жай сан бар. Мысалы, мына жерде 2-ге бөлінеді, мына жаңа 3-ке 9-ға бөлінеді. Сонда С ғана. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріңдер дейді. Мына жерде енді А мен Алар, Б мен Б-лар қосылып азайтылады. Бірінші жақшаны ашып алайық. 2,3А қосылған 8,4А азайту 9,4Б. Ұқсас мүшелер тек қана А мен А. Сонда 8,4-тен 2,3-ті азайтамыз. 6,1А азайту 9,4Б болып қалады. Ондай жауап бар екенсі. Және соңғы есебіміз бізде өте маңызды есептердің бірі. Бұл есепті мына жерге шығарайын. Бізде азаматта 4 кітап бар дейді. Бірінші кітаптан басқалары, яғни бізде мысалы A, B, C, D деген 4 кітап болсын. Біріншісінен басқалары B плюс C плюс D. Басқаларына қанша теңге төлеген? 48 теңге төлеген. Одан кейін екіншісінен басқалары, екінші бізде B ғой. Сонда A плюс C плюс D қанша төлеген? 46 теңге төлеген. Үшіншісінен басқалары, үшіншісі C. Сонда A плюс B плюс D оған 42 теңге төлепті. Одан кейін төртіншісінен басқалары A, B, C оған 38 теңге төлепті. Міне. Сонда әр кітап қанша теңге тұрады дейді. Біз осындайғы жүйе жасап аламыз. Барлығы насандарды қосайық. Мына жерде 10, мына жақта 14, 24, 4 түсіп 2 ойда. Мына жерде 12, 15, 17, 174 шықты. Енді қараймыз. А неше рет кездеседі? 3 рет. С неше рет? 3 рет. Б 3 рет. Д 3 рет. Сонда мынаны 3-ке бөлеміз. 5-тен берейік. 15, 24, 8. 58 шықты. Бұл 58 деп тауып тұрғанымыз A, B, C, D. 4 кітаптың қосындысы 58. Енді бізге жеке-жеке табу керек қой. Мына жерге қараймыз. Егер мына жерде A болғанда барлығы 58 теңге болушы еді.
Сонда А кітабы, кітабы неше теңге болған? 10 теңге болған ғой, 10-ға 48, сонда 58 болады. Мына жерде не жоқ? B жоқ. B болған кезде бұл жер 58 болушы еді, енді 58 болу үшін бұған 12 теңге жетіспейді. Мына жерде де C'ді де дәл солай тауып аламыз. C 42 теңге болу керек. Сонда қанша қосуымыз керек? Оған 16 теңге. Мына жерде D 38, бұл жерде 20 теңге қосамыз, 58, 20 теңге. Сонда міне әр қайсысының бағасын таптық. Кітаптың A 10 теңге, B 12, 16, 20. Сонда варианты болады екен. Сонымен тікелей эфирімізді аяқтадық.